Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін помидор мен қиярды помидордың соңында қалай банка қылып жау керек екенін көрсететін боламын. Видеоның соңына шейін бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қиярды жақсылап бірінші жуып алып, 2 сағатқа суға батырып қойып қоямыз. Помидордың осындай майда сорты керек болады. Үлкен сортын соғына пайдаланатын боламыз. Әшші қалампыр, чеснок, укроп, болгарский керек болады. Банкамызды жуып, осылай духовкада 25 минутқа осылай қыздырып алдым. Қақпағына ыстық су құйып қойып қоямыз алдын ала. Дайын болған қиярымыздың осы екі шетін алып тастаймыз. Помидорды тура солай екі шетін алып тастаймыз. Сонда ішіне тұзы жақсы сіңетін болады. Сол үшін алып тастадым екі шетін. Банкамызға бірінші чеснок, қара бұрыш, укроп, әшші қалампыр, қиярларымызды тығыздамай салыңыздар, сонда ішіне соғы көп кететін болады. Болгарский, помидор салып, қайнап тұрған су құямыз үстіне. Суды толтырып құя беріңіздер. Қақпағын жауып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Осылай 2 рет істеу керек болады. Соғына помидорды жақсылап бірінші осылай турап аламыз. Ішінде шіріктері болса алыңыздар, байқаңыздар. Шірігі кетіп қалса, банка атылып кетуі мүмкін. Соның себебінен де осылай мясорубкадан мен сияқты өткізіп алсаңыздар да болады. Блендерлеріңіз болса да блендерлеп алсаңыздар да болады. Осылай үлкен ыдысқа құйып аламыз барлығын. Газде бір қайнатып аламыз. Бір қайнаса болды. Ситадан өткізіп аламыз. Қоюын бөлік, соғын бөлік қылып, қою бізге қажеті жоқ. Тек соғын ғана пайдаланатын боламыз банкіге. Осылай жақсылап ситадан өткізіп алдым барлығын. Банкамыз 20 минут өткеннен кейін суын осылай төк тастаймыз тағы да. Суын төк тастағаннан кейін қайнаған таза суды құйып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Соқты қайтып өзінің ыдысына құйып, бұл жерде менде 3,5 литр соқ шықты. Әр литр соққа 1 ас қасық қант, 1,5 ас қасық тұз салатын боламыз. Әр литріне осылай салып алып бір қайнатамыз. Сонымен соғымыз дайын. 20 минуттан кейін тағы да суын төк тастаймыз осылай. Барлығын суын төк болғаннан кейін 1 чайный ложка уксус құйып шығамыз барлығына. Бұны құйған себебім банка атылып кетпеу керек. Осылай құйып аласыздар да, қайнап тұрған соқты үстіне осылай құйып шығамыз. Закрывашкамен жауып шығатын боламыз. Айта кететін жағдай, каналыма тіркеліп алыңыздар, үнемі жақсы рецепттер салып отыратын боламын. Егер де сіздер банкыны өзгешелеу қылып жауатын болсаңыздар, ерекше рецепттеріңіз болса, комментарияда бөлісіп кетіңіздер, барлықтарын оқып шығатын боламын. Осылай банканы жауып алғаннан кейін кішкене төңкеріп, кішкене аунатып көріңіздер, соғы ақып кетпесе, жақсы жабылды деген сөз. Менде соғы ақпады. Осылай банканы төңкеріп қоятын боламыз. Екінші банканы да осылай закрывашкамен жаптым, кішкене көрдім. Ешқандай ақпады. Осылай төңкеріп, одеялмен жауып қоятын боламыз. Банка суығанша, сонымен қысқа банкамыз дайын болды. Менің тәсіліммен де істеп көріңіздер. Қыста өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.